Қымбатты достар, сіздерді Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік Басқару Академиясында оқу жылын бастауларыңызбен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жаңа онлайн форматта өткен күрделі қабылдау кампаниясы артта қалды. Барлығымызды қызықты және оқиғаларға толы жыл күтіп тұрғанына сенімдемін. Биыл біз дәстүрлі докторлық және магистрлық білім беру бағдарламаларымен бірге бірінші рет өндірістен қол үзбей білім алуға мүмкіндік беретін өңірлік даму және мемлекеттік менеджмент магистрлік бағдарламаларын аштық. Академия өмірі әртүрлі ғылыми және шығармашылық іс-шараларға толы. Сіздерді қолданбалы зерттеулерге, жобаларға қатысуға шақырамын. Біздің академияда оқу әрбір студент үшін табысты, әрі жемісті болсын. Дорогие друзья, разрешите от всей души поздравить вас с началом учебного года в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. В этом году в Академии будут обучаться 287 человек. Из них 14 – это граждане Мальдивской Республики, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана. Каждый из обучающихся является важной и неотъемлемой частью Академии. Перед вами открываются большие перспективы. Академии разработаны новые образовательные программы. У вас будет возможность осуществлять исследования под руководством квалифицированного профессорско-преподавательского состава, разрабатывать социально значимые прикладные проекты. Стратегическое международное партнерство позволит иметь доступ в лучшие образовательные центры мира. Желаю вам в новом учебном году успехов во всех ваших начинаниях, интересных открытий и новых побед.